Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үшінші тараудың ең алғашқы тақырыбы квадраттық функция және оның графигі. Интернет желісінде немесе YouTube, чат GPT жан-жақтан ақпарат іздеген кезде көбіне сіздерге мынаны беруі мүмкін. Квадраттық функция деген осы арқылы қалай графиктердің төбесін, симметрия осін, нөлдерін, анау соның бәрін қалай тез табу керектігі жөнінде айтады, әрине. Бірақ бұның қайдан шыққанын ешкім түсіндірмейді. Либо балалар өздері түсініп алсын деген оймен онша ашып айтылмайды, ашып бұл информация берілмейді. Давайте қайдан шыққанынан бастап түсіндірген дұрысырақ деп ойлап, мен сіздерге қазір мынаны түсіндірейін. Функция деген кәдімгі жетінші класстағы парабола, гипербола деген функциялардың жалғасы ғой бұл просто. Ал қазір именно квадраттық функция деп атайды тұрғаннан кейін, то есть дәрежесінде квадрат немесе екінші дәрежеде тұрады деген функция туралы айтылатындығы жөнінде уже понятно, иә? Енді соған тоқталатын болсақ, ол бізде былай y деген түрде берілетін функцияны қазір біз қарастырамыз. Неге мынадан мынау шығады? Және де қалай шығады? Бірінші, негізі ең алғашқы маңызды сұрақ, қалай бұдан мына функция шығады деген сөз. Давайте біз былай істейік. Мына жерден даже кітапта да осы функциядан квадратын бөліп алыңыз деп айтады. Түсініксіз не сұрап тұрған? Түсініксіз әрине. Ол деген былай. То есть қазір мына жерден x-тің өзі тұрады квадратсыз жақшаның ішінде, либо сыртында тұрады квадраты деген сияқты. Короче, мынаны шығарып алыңыз деп тұр ғой сізге. Просто квадратын бөліп алу дегенде дұрыс түсіндірмеген да. И даже если мен кітапты оқыдым, сіздер білесіздер, біз мына кітап бойынша өтетінімізді білесіздер. Осы жерде де былай жазылып тұр. Квадрат үш мүшенің толық квадратын бөліп алып, осылай жазасыздар деген. Түсініксіз, ол қалай шыққанын. Түсініксіз, бірақ мен қазір түсіндіруге тырысамын. Мынау квадрат үш мүше ғой бізде. Алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Бұл квадрат үш мүше. И осыдан біз егерде a-ны шығаратын болсақ, онда жақшаның ішінде x квадрат қосылған b бөлінген a, x болмай ма? Қосылған с. Неге мына a пайда болды? Себебі a мен мына жақшаны ашып a-ны көбейткен кезде, мысалға a-ны x квадратқа көбейтеміз, x квадрат, ax квадрат, a-ны b бөлінген a x-қа көбейткенде, мынаумен қысқа келіп, қайтадан b x қалады, с өзімен өзі тұр. То есть біз түрлендіріп жатырмыз. Қазір түрлендіру арқылы мынаны алып келеміз. Әрі қарай, егер мен былай жазсам бола ма? A x квадрат қосылған 2 көбейтілген b бөлінген 2ax. Так, қосылған с. То же самое. Түрлендіру енгіздім. 2 мен как будто 2 жоқ, потому что қысқарып кеткеннен кейін мынау қайтадан шығады. Дальше. Мынау жетінші класстағы қысқаша көбейту формуласына келе жатыр. Бірінші өрнектің квадраты қосылған, еселенген. Міне бірінші өрнек тұр мынау, и екінші өрнек. Значит, қосылған деп, мына екінші өрнек бар ғой. Соны алып квадраттасам бола ма? Мына. Бірақ енді ол қазір мына жоқ қой. Сондықтан мына өзін қоя салмаймыз. Одан азайтамыз дәл соны. Вот b 2a квадрат деп. То есть мына жақшаны жабамыз. И қосылған с. Түсінікті ма? Мынау бізде мына жоқ болды. А біз оны өзіне өзін қоя салмаймыз ғой. Поэтому қасына дәл сондай тағы бір мүшені жазамыз. Сол кезде екеуі қысқарып кетеді, то есть жойылып кетеді да. Как будто ештеңе жоқ, мынау қайтадан келеді. Одан мынау қайтадан шығады деген сияқты. Біз просто түрлендіріп жатырмыз. Әрі қарай формуламызды жабайық. Мысалға a, сонда x бірінші мүше, қосылған екінші мүшеміз b бөлінген 2a, сыртында квадрат. Вот біз мына жерден шығардық қой. Мынаны ұмытып кетпеуіміз керек. Если біз жақшаны ашып жазатын болсақ, потому что қазір жақшаны ашып тұрық қой, типа a-ны көбейттік мынаған, бұны просто біз қысқаша көбейтумен жауап жердік. И азайтамыз, a көбейтілген жаңағы екінші неден мынаған. Оның квадратын ашсақ, b квадрат астында 4a квадрат болды. И плюс сымыз жазылады. Дальше
біткен жоқ, себебі мына жерде а мен а қысқарады. То есть 4аның өзі қалады. Жазайық қайттан а x қосылған b бөлінген 2a квадрат. Так, азайтылған. Мына жерде b квадрат үстінде, астында 4a ғана қалды, и қосылған с. Тең. Енді мына жерде ортақ бөлім көрініп тұр, именно осы жерге қарасақ, ортақ бөлім 4a. Сонда мынаған 4aдан бере аламыз. Дальше. Енді ортақ бөлім 4a, жоғарыда b квадрат. Мынау минуспен мынаған әсер етеді ғой. Минус болады да 4ac болады. Естеріңізде болса, дискриминантты табатын кезде біз былай жазатын едік. Дискриминант тең b квадрат минус 4ac. То есть мына жерге барлық жазбай-ақ д-ны қоя салсақ болады екен. Сонда соңғы біздің өрнегіміз а минус и дискриминант. Мынаның орнына бәріне дискриминантты қойдық, бөлінген 4a. То есть біздің мына квадраттық функциямыздан үш мүшесінен квадратын бөліп алдық. Видите, мына уже x-тің квадраты жоқ. Бұл бізге нені береді? Көптеген квадраттық функциялардың графиктерін салу барысында мынандай заңдылық анықталған. Мына жердегі сан b бөлінген 2a деген, и соған қарама-қарсы болатын сан бізде m-ді береді. Ал n деген мына санға тиесілі болған. Всегда таңбасымен бірге d бөлінген 4a. Бұлар дегеніміз не? Бұлар бізде, давайте осы жағын квадраттық функцияның графигі парабола болатынын 7-ші класстан белгілі. И парабола былай майысады немесе төменге қарай майысады, сол кезде төбесі болады ғой, яғни басталатын жері параболаның, или майысатын жері деп айтады. Соның төбесінің координаттарын осы екі әріп арқылы тапқан. То есть көптеген мысалға квадраттық функциялардың графиктерін шығарып, өздеріңіз заңдылық байқайсыздар бір. Яғни а нүктесін жаңағы функцияның графигі параболаның төбесі ретінде аламыз. Оның координаттары m және де n-ге тиесілі. То есть біз бұны функцияның графигінің төбесі деп айтамыз. Ал x тең m деп, то есть мына жерде тұрған x пен y деп айттық қой, потому что координаталар болған соң, яғни m деген x-тің орнында тұрады. То есть x осының бойындағы сан. Ал y деген оси бойындағы сан ол n. То есть x тең m, бұны біз функцияның графигінің симметрия оси деп айтамыз. Функциямыздан былай квадратын бөліп алған кезде өрнек шықты. Енді осылардың орнына m-ді, n-ді қойсақ, бағанағы функциямыз шығайып тұр. Ол деген былай y тең a тұра береді, x тұра береді тоже. Енді қараңыздар, b бөлінген 2a, то есть соның қарама-қарсы мәні m-ға тең. Значит, мына жерде минус m болады. Квадрат. Мына жерде минус тұр, мынау. И мынаның барлығы n-ға тең деп тұр ғой. То есть міне мынаның орнына біз n-ді алып тұрмыз, міне. Ал n-ның таңбасы қазір плюс қой, значит, мына жерде плюс қойылады. Қайдан шыққанын енді түсінген шығарсыздар. Келесісінде жұмыс жасайтын кезде міндетті түрде функцияның графигінің төбесі маңызды, оның координаттары симметрия оси маңызды. Мынамен, мына екеуімен қатар жұмыс жасай алу тоже маңызды. Алдағы уақытта қазір тағы бірнеше ережелерді таныстырып кетем. Бірнеше ережелер бар, олар өте маңызды. Және де сол ережелерді қолдану арқылы есептердің күрделі түрлерін шығарамыз. Бүгінгі тақырып өте ұзақ. Примерно 1 сағат болатын шығар. Монтаждағаннан кейін, либо точно жарты сағаттан көп болады. Себебі мен мына кітаптағы барлық есептерді бір шолып шыққым келіп тұр. Бірақ енді мысалға бір вариантта 4-5 істеу болса, только біреуін ғана көрсетіп шығатындай. Оның бәрі әрине уақыт алады. Одан бөлек тақырыпты бірінші түсіндіруім керек. Қазір енді біз осы функцияны зерттеумен айналысатын боламыз. Қай жерде осы функциямыздың графигінің төбесі орналасады? Қай жерден қай жерге дейін функция өседі, кемейді, максимальный мәні, минимальный мәні деген сияқты зерттеулер жүргіземіз. Төбесі бар ғой. Бұл егер де бізде функция осынылай беріп тұрса, онда төбесі міндетті түрде координаталық жазықтықтың ширегінде орналасады. Яғни координаталық жазықтық бар 1, 2, 3, 4 ширектер. И осы төбесі либо бірінші ширекте, бірінші ширектің бойында былай жүреді, либо 2, 3, 4 солада жатады. Графиктің бойында жататын кездері ол бөлек. Оны қазір сосын айтам. Бірінші мынаған тоқталып кетейік. Яғни естеріңізде болсын, обязательно мынау ширектердің бойында жатады. Бірінші жағдайын қарастырайық.
егер де y 0-ге тең болатын болса, значит біз x-тің мәндерін табамыз. X-тің мәндерін табу деген сөз графиктің x оси бойымен қиылысу нүктелерін табуды айтамыз. Қазір бастапқы функциямызды алайық, ax квадрат, y тең қосылған бой x қосылған с бар ғой. Екеуі бірдей. Мен бағана айттым, мынадан мынау шығады деп, сондықтан мынаны да жазып жатырмын, либо мынаны да жазып жатырмын, бәрібір. И осы кезде именно y 0-ге тең деп тұр ғой. Сонда x-тің қазір мәндерін табамыз. Сонда ax квадрат қосылған bx қосылған с y-ді 0-ге тең естілсек, значит, мына жерде 0 деп жазамыз. Либо мына жақта 0 деп жазуға болады, бәрібір. То есть осы жағдайда тоже бірінші жағдай бар. Егер де мынау кәдімгі квадрат теңдеу, бұл уже функция емес. Бұл уже теңдеу. Неге? Себебі теңдеуді шешу арқылы біз просто x-тің мәндерін табамыз. Ал x-тің мәндерін табу деген, ол x осьін қиятын жерлері ғой графиктің. Қазір түсіндірем, пока осыларды мән беріп қараймыз. Мына жерде дискриминант, потому что дискриминант шығаруымыз керек, егер дискриминант 0-ден үлкен болса, понятно, 0-ден үлкен, и осы кезде x1 және де x2 деген нүктелерде біздің графигіміз x оси бойын қияды. Егер де екінші жағдай, дәл осы просто дискриминант 0-ден үлкен болып, а 0-ден кіші болса да мынау болады. x1 және де x2 нүктелерде қияды. Үшінші жағдай, дискриминант 0-ге тең болса ше, а 0-ден үлкен болса, либо дәл сол дискриминант 0-ге тең, просто а 0-ден кіші болса. Бұл жағдайларда ше, если дискриминант 0-ге тең болса, екі жауабы да то есть бір жауап шығады ғой, екеуі бір-біріне тең. Это значит, что график x оси бар ғой, бойын бір ғана нүктеде қияды, либо жанайды. Былай кетуі мүмкін, видите, график мына жерде ғана қиып тұр. Либо мысалы былай кетуі мүмкін деген сияқты, бірақ нүктеде қияды. А мына жақта ол былай. Либо былай кетеді, яғни міне x бірінші нүктесі, x екінші нүктесі қиып тұр. Либо былай кетуі мүмкін, x бірінші, екінші деген сияқты. Бұл жерде пока мына графиктің қалай салынады дегенге мән бермей қойыңыздар, ол понятно. Главное, маған мән беру керек. Дискриминанттың қандай мәндері бар, қандай таңбасы, нешеге тең, 0-ден үлкен, кіші, аға байланысты бәрі. И төртінші жағдай, егер дискриминант 0-ден кіші сан шығып қалса ше, ол кезде x-тар болмайды ғой. Это значит, а 0-ден үлкен болсын, либо дискриминант 0-ден кіші кезде а 0-ден кіші болсын. Екі жағдай ғой, мынау сияқты екі жағдайын қарастырып жатырмыз. Бұл кезде қалай болады? График міне қасала беріп, атау кішкентай болып қалды. Так, бұл кезде былай. График, видите, а айдалада. То есть x осіне қарағанда а айдалада жатыр. Либо былай жатуы мүмкін. Либо былай. Былай жатпайды, кешіріңіздер, потому что если былай жатса, x бойын түрткі дейін тұр. Если төмен қарайтын болса, обязательно только 3 пен 4-ші жерде жатады. Ал жоғары қарайтын болса, 1 мен 2-де ғана жатады. Соған мән береміз. Пока что мынаны өттік. Енді бұл бірінші y 0-ге тең кездегі x-тің мына x оси бойын қиятын нүктелерін табуды қарастырдық. Ал егер екінші жағдай x 0-ге тең болса ше, ол кезде мына функциямыз бар ғой. Y тең, мынау уже 0, потому что x 0 деп айтып тұрмыз жерде. Мынада 0 болады, сонда тең с. Это что значит? То есть с-ға қарап графиктің y осін қай нүктеде қиғанын таба алады екенбіз. Ол кезде де а 0-ден үлкен болса, ол жоғары қарайды, тармақ былай тұрады. А 0-ден кіші былай. Это понятно. Дискриминанттың жауабы 0-ден үлкен болса, екі мән болады едің ғой, міне. Былай кете берсін. Мысалға былай кетті. Мынау бірінші x1-ге, мынау x2 деген сияқты. Ал функция мәнін тапсаңыздар, y тең с-ға дедік қой, x 0-ге кезде. То есть мына нүктені қараңыздар, именно осы нүктеде x-ке барамыз, 0-ге тең болып тұр. Ал мынау ол y-тің бойында тұр. То есть бізде с деген әріп, оның координатасы 0-де с болады. Либо керісінше мысалға былай болсын. Сол кезде қараңыздар, мына жерде қиып тұрған функцияны. Бұл да уже 0-де минус с деген нүктені береді. Понимаете, да? Если x 0-ге тең болса, онда с-ны y-тің бойынан өтетінін точно білеміз.
дәл сол бағана либо а үлкен болса жоғары қарап, а кіші болса төмен қарап деген сияқты. Мына кезде то же самое. Бұл просто былай орналасуы мүмкін. Қараңыздар, если мысалы x-тің төбесі мына жерде өтіп тұр ғой, бағана а бар ғой, мына жерде өтіп тұр, и оны біз былай да салуымыз мүмкін. Вот, видите, сол кезде мына жерден тағы өтіп тұр. Либо мысалы былай, вот былай деген сияқты. Вот, енді мына кезде де то же самое. Саласылай, енді барлығын түсініп отқаннан кейін. Мысалға, былай болуы мүмкін. Вот, x-қа тиісіп тұрған жоқ, бірақ y-тің бойынан өтіп тұр. Сол сияқты. Вот, x-қа тиісіп тұрған жоқ, мына бірақ y-тің бойынан мына жерден өтіп тұр деген сияқты ғой. Дәл сол жағдайлардың барлығы, то есть y-тің бойынан қай жерден қиып тұр, ол жерде бізде x-іміз нөлге тең болады екен. Мына функциямызға есеп берілсін осындай. Оның төбесін анықтау керек, графигін салу керек, и симметрия осыны анықтау керек. Мысалы, естеріңізде болса, мына жерден m табатын кезде біз былай жасаған тұғымыз. Минус b бөлінген 2a деп. Ал n дегеніміз минус d бөлінген 4a. И мынау m мен n яқты тұр ғой уже. Ал бізде сандар бар уже. m-нің орнында 2 тұр, минус 2, ал n-нің орнында 4 тұр. Осыларды сразу алсақ болады. То есть мына графиктің, мына функцияның графигінің төбесі бізде қарама-қарсы. Потому что мына жерде минус тұр ғой, это уже минус тұр. Значит, 2-нің өзін аламыз. m, то есть x-і 2, ал n 4, то есть өзі тұр. Бұл дегеніміз былай. Мысалға, графикқа саламыз ғой. Не обязательно кесте құрып, графикке мән беріп, ол керек емес. Сразу төбесін, яғни майысатын жерін анықтасақ болды. X-і 2. Мысалға 2, y-ге 4. Екеуінің қиылысқан жері мынау ғой. То есть бізде а төбесі осы болады. Енді график жоғары қарай ма, төмен қарай ма? Оны әрине мына жердегі а-ның таңбасы анықтайды. А-ның орнында бізде минус 1 тұр. Вот. А тең минус 1 болғандықтан ол нөлден кіші ғой. Значит, графиктің тармағы төмен қарайды. И давайте осы жерде сразу, қазір біз әдемілеп салу үшін мына графиктің тармақтары x осін бар ғой, мына x осін. Именно қай жерлерде қиып өтеді дегенді табу үшін осының алдында өткен бірінші ережеде y-ті нөлге теңестіруіміз керек. Сонда минус тең 4 мына жаққа барады, минус болады. X минус 2 квадрат, екі жағында минустан қысқартып тастайтын болсақ 4 болады. Сонда бұл жерде екі жауап, иә? Либо x минус 2-нің орнында 2 тұрады, либо минус 2 тұрады. X сонда бірінші жауабы 4, x екінші жауабы 0. То есть 0 және 4 деген түлер табылайық. Ол бізде мынау. И так, 3, 4 мынау болады. Значит, қазір тармағымыз төменге қарайтын графиктің екі нүктесі x-тің бойынан осы жерден өтеді екен. И әрине x тең 2. Бұл деген симметрия осы естеріңізде болса, мына жерден тура прям осы графикті қақ бөлсеңіздер, ана бетімен, то есть мына беті бір-біріне сәйкес келеді. То есть симметрия осы мынау болады. Все, бұл пока просто мысалы ретінде жаңағы мына функцияны түсіндіру үшін. Мынандай функция беріледі. Бағанағы біздің келген типі а жақшаның ішінде x минус m квадрат n-ге вообще ұқсамайтын сияқты. Просто осылай беріліп тұр. И осы арқылы мынаны бәрін зерттеу керек. Не беспокоимся. Сначала біз мынаны өзімізге ыңғайлы қылып келтіріп алайық бағанағы мен айтқан функцияға. Былай жазсам болады ма? Y тең x квадрат минус 4x плюс 4 тең, бірақ минус 1 тең. Потому что 4-тен 1 алсам 3 бәрі қайтадан шығады, а маған мынау керек болып тұр. Бұны мен былай жазалам. X азайтылған 2-нің квадраты деп алып, и минус 1. Видите, то есть бізде вот y тең x минус 2 квадрат минус 1 деген бағанағы функциямыздың түрленген түріне ұқсайтын функция шықты. А-мыз 1-ге тең, таңбасы оң, m-міз 2-ге тең, n-міз минус 1-ге тең. То есть біз уже функцияның төбесін анықтай аламыз. Төбесі деген бағанағы а нүктесі. Ол деген 2-де, то есть мынаған қарама-қарсы болады, и минус 1-дің өзін аламыз. Бұл арқылы еще біз не сала аламыз? Әрине график сала аламыз. Қай жерден x-тің бойының қиып өтетінін табайық. Ол деген функцияның нөлдері. Вот мынау
функцияның нөлдер деген мынаны нөлге теңестіреміз. То есть нөл, значит, там бәрі нөл болады. X минус 2 квадрат минус 1-ді аламыз да нөлге теңестіреміз. Бұл деген тең, сразу минус 1-ді оңға қарай жүрсек плюс 1 ғой. Бұл деген x минус 2 либо 1-ге тең, x минус 2 либо минус 1-ге тең. Сонда x-іміз бірінші тең 3-ге, мынау бір, x екінші жауап тең 2-ден 1-ді аламыз 1. То есть 1 мен 3-тің жауаптарын аламыз. Нәтиже өтеді екен. И вот 3 нәтиже. D деген анықталу облысы, 7-ші класста білесіздер. Анықталу облысы деген x-тің қабылдайтын мәндері. Мына жерге қараймыз. X-тің, то есть бөлімінде ешқандай x жоқ. Только алымында тұрған барлығы. То есть D бізде кез келген сан. Ал вот E ондай емес. E деген мәндер жиыны ол y-тің қабылдайтын мәндері. Қараңыздар, мысалы мына графикке. График мына жерден басталып тұр. Астында график жоқ, только жоғары қарай кетіп бара жатыр. То есть мәндерінің жиыны вот минус 1-ден и жоғары қарай өсе береді. Мысалға минус 2-ні қабылдап тұрған жоқ қой, или минус 7-ні қабылдап тұрған жоқ, типа графиктің бір нүктесі бар деп айтатындай жоқ. Значит, мәндерінің жиыны вот минус 1-де прям қадалып тұр ғой. Минус 1-ден басталып тұр и жоғары қарай кетеді. То есть плюс x-ке дейін кетіп жатыр. Функцияның өсу аралығы. Функцияның өсу аралығы деген былай өседі. То есть біз өсетін кезде сол жақта оңға қарай өсетін былай қараймыз. Мына жерден бастап функция өсіп тұр. Былай қарай. X қайықтан басталып тұр? 2-ден бастап. 2-ні алып тұр ғой x. Әрине алып тұр. 2-ден бастаймыз плюс x-ке дейін. Ал кему аралығы сол жақтан бастап оңға қарай кемейтін болса, соны аламыз. Значит, не былай қарай кем, мына жерге тоқтап тұр. Ол деген мына жақтан басталып тұрса, ол значит мына x-тің теріс жағынан басталып тұр. То есть минус x жақтан басталып төмен қарай түсіп та жерге дейін келіп тұр. Минус x-тен бастап минус 2-ге дейін. Симметрия оси бұл уже оңай, себебі мен бағана айттым, мына жердегі нүкте ол либо мынау вот x-тен 2 деген мынау оспен бөлсек, графиктің екі жағы бір-біріне теңеседі. Функцияның ең үлкен мәні. Функцияның графигі осы парабола. Оның ең үлкен мәнін біз қалай табамыз? Именно y бойынша әрине таба алмаймыз, потому что ол ана жоғарыда тұр. Ол жақта қай жерден именно ең үлкен мән болып бітетінін біз білмейміз. Поэтому функцияның именно ең үлкен мәні жоқ деп жазамыз. Ал вот ең кіші мәні бар. Неге? Себебі график қай жерден аяқтап тұрған? Ну, либо давайте бүйтейік. Басталып тұрған деп айтайықшы, сол жерден бастап кішкентай болып басталмайды осындай. Вот функцияға қарасақ, минус 1-ге келіп тұр. То есть бізде ең кіші мәні минус 1. Теріс мәндер қабылдайтын аралығы. Функцияның теріс мәндер қабылдайтын аралығы деген графикке тоже мән береміз. Мынау функцияның, яғни y-тің жоғарғы жағы, мынау төменгі жағы. Төменгі жағы бізде әрине минус стандартығын қабылдайды. И қарасаңыз графиктің, мына мысалы мына нүктені алайықшы. Оның бізде y-гі міне теріс сан. Мына нүктенің тоже y-гі міне теріс сан. Мынау да теріс сан деп кетіп жатыр. Мынау да мысалы мына нүктенің y-гі теріс сан деген сияқты ғой. Короче, мына жер бізде теріс аралықты қабылдап тұр. Именно x-тің мына 1 мен 3-тің арасындағы аралықта y қандай мәндерді қабылдап тұр? Теріс. То есть теріс мәндердің аралығы бізде былай. Егер тік жақша қоймаймыз, жай жақша қоямыз. Себебі егер мен 1 мен 3-ті де алатын болсам, ол функцияның нөлдеріне кетіп қалады. Как раз мынау осы жерге келеміз қазір. И ол мәндердің қабылдайтыны әрине графикке қараймыз. Жоғары жақтағы тармақтарға қараңыздар. Мына тармақтағы мысалға, ну, например, мына нүктені алайын. Бұл бізде міне оң сан. Мына жерде оң сан. Ну, 2-ні мысалы мына нүктені алайық, ол да оң сан. Мына нүкте тоже оң сан. Я кете береді. То есть екі тармақ екі рет жазуымыз керек, потому что вот минус x-тен басталып жатыр. Мынау 1-ге дейін аяқталады. Тоже 1-ді алмаймыз. Как, және 1-ге де 3-тен бастап плюс x-ке дейін. Вот x-тің 3-нен бастап жоғары қарай кетіп бара жатса, именно сол аралықта функцияның, яғни y-тің мәні оң сандар. Хорошо, функцияның нөлдері деген бағана өттік. Вот x тең 1 және де x тең 3 деген функцияның нөлдері. То есть осы моментте именно функция, яғни y жоқ, нөлге тең. Ал функцияның максимум нүктесі.
Бағана функцияның ең үлкен мәнінде жоқ деп айттық, бұл жерде тоже жоқ болады, потому что максимум мәні деген мысалға мына тармақ қақтан бітеді или мына тармақ қақтан бітеді деген сияқты ғой. Тоже бұл да жоқ болады. Если міне жоқ. Если мынау жоқ болса, мынау да жоқ болады. Мынау бар болса, мынау да бар болады. Мән береміз, иә. И минимум нүктесі бар, потому что, смотрите, графиктің бастапқы нүктесі сол ең кішкентай нүктесі болып саналады ғой, потому что былай бастап тұрған жоқ па, иә, осылай. Значит, мына жердегі нүктесі, то есть мынау x-тің міне x-тің минимум 2 деген мәнінде y ең кіші минус 1 деген мәнді қабылдап тұр. То есть ол уже функцияның минимум нүктесі болып саналады. Бірақ оны біз ол минус 1 деп өзінен өзі аяқ астынан келіп тұрған жоқ қой. Ол қалай пайда болды? Ол әрине x-қа 2-ні қойған кезде пайда болды. Поэтому біз y-ге қатысты нәрселерді көбіне x-пен сөйлейміз. Байқадыңыздар ма? Все, мынау біздің функциямызды зерттеп жазған өрнектеріміз болып табылады. Мына өрнектен 2 мән шығуы мүмкін. Либо n жоқ, либо n жоқ. Яғни, олар жоқ деген сөз, просто бізде код. Төбесінде именно n бар, n жоқ қой. А мына ситуацияда, наоборот, m жоқ, то есть m жоқ и n бар. Потому что мына жерде m 0 болса, x қана қалады и n. То есть осындай екі жағдайда график қалай өзгереді. Y тең кәдімгі ax квадрат бар ғой, квадраттық функция жетінші класстағы. Дәл сол график ол былай өтетін еді. Ортасындағы мынау y ол бізде, егер x 0-ге тең етсеңіз, y тең 0 деп, ол бізде симметрия осы болатын еді ғой. То есть былай өтетін еді. Дәл осы графикті біз, егер n жоқ болса, онда тек қана m-нің бойымен жүргіземіз. Потому что естеріңізде болса, мынау x тұғын, мынау y тұғын. То же самое, мынау x, мынау y. Значит, егер бізде тек қана m болса, яғни x-тің бойымен ғана жылжытасың деген сөз ғой, понятное дело, иә? Бірақ ол қалай жылжиды? Осылардың қазір графиктерін салайық. Минус 1 болса, қарама-қарсы жағын аламыз, плюс 1. Ол мына жерден. То есть біздің графигіміз симметрия оси осыда болады, кстати. И осы жерден, міне, мына график оңға қарай жылжыды, иә? Ортада тұрған график просто оңға қарай бір жаққа жылжыды. Ал плюс 3 болса, наоборот, керісінше жаққа, вот 1, 2, 3, міне минус 3. То есть мына графигіміз 3 шаг солға қарай жылжиды. Симметрия осиде тоже осы болады. Енді, как вы понимаете, уже логически, егерде бізде x жоқ болса, то есть m жоқ болса, вот мына график, ол енді 2 деген ол a-ның мәні. Егер a-ның мәні 1-ден кіші болса, ол бізде жалпақ болады, мындай парабола. Ал если 2 деген қазір 1-ден үлкен ғой, онда ол шамалы сығылыңқы түрде, яғни кішкентай жіңішке болады. Так, 2 деген адан жіңішкелеу болады, потому что мынау бізде, мынау ғой, y тең ax квадрат, функциясы. Ал 2 болғандықтан, ол қазір жіңішкелеу болады. Минус 1 деген n-ға байланысты, то есть y-тің бойымен. Егер қараңыздар, m жоқ қой. M жоқ болса, мынау вообще алып тастаймыз да, просто n деген y-тің бойымен либо жоғары, либо төмен жылжиды мына графигіміз. Все. Минус 1 десек, кәдімгі минус 1 аламыз, міне. То есть бұл жақта қарама-қарсы таңбасын алу деген жоқ, потому что n деген өзі қалай тұр, мына солай алып келетін еді ғой. Вот шамалы сығылыңқы түрде былай жіңішкелеу. Міне, мынаның графигі. Мына жерден өтеді бас нүктесі тоже. Вот осылай. Все, пока тақырыпты түсіндіру аяқталды. Қазір есептерге көшейік. 308 есеп. Бұл өте оңай есептердің бірі. Бірінші графигімізге қарайық. A-ның таңбасы тармақ төмен қарап тұр, значит 0-ден кіші. B-ның таңбасын табу үшін мына ереже көмектеседі. Мынаған қараймыз. A төбесі деген графиктің төбесі, то есть майысатын жері ғой. M және де n деп қарастыратын едік. Ал m-ді қалай табатын едік? Ол кезде минус b бөлінген 2a. То есть қазір мына жерде m-нің таңбасына өте мән береміз. M-нің таңбасы қазір минус 2 болып тұр. То есть m тең минус таңба шығу керек, иә? Ал ол минус шығу үшін қалай біз жұмыс жасаймыз? Мысалы, m тең минус мынау 2 көбейтілген a-ның таңбасы егер 0-ден кіші болса, минус деп аламыз ғой, минус a. И смотрите, b. Енді мына минус пен минус плюс болып кетеді. Ал бізде m минус болып шығу керек. Значит, кім теріс таңбалы? Әрине, b да теріс таңбалы.
Так, с енді оңайырақ, себебі с былай. X нөлге тең кезде, x нөлге тең кезде, мынау жоқ, значит, y тең с-ға деп қалатын еді ғой. Это значит, графиктің y осінің қиятын нүктесі ол с-ға тең деген сөз. Қараймыз. Міне, бұлай келеді да, мына екі нүктесі ол x1-де, x2 деген функцияның, то есть аргументтің қиятын нүктелер болса, а мына нүктені қараңыздар, бұл ордината, то есть абсциссаның қиятын нүктесі, а мынау ординатаның қиятын нүктесі 3 деген сан. Примерно алып тұрмын, ну, главное 0-ден жоғары. Значит, ол оң сан. А 0-ден үлкен, потому что тармақ жоғары. Б, то же самое, наны жазайықшы. Так, М тең минус Б бөлінген 2А. М-нің таңбасы қазір қандай шығу керек мына жерден? Төбесіне қараймыз, только төбесіне мынау басталатын жері А. Плюс 2 деп тұр, потому что плюс. Ал мына жерден плюс шығу үшін көрейік. М тең минус Б 2 көбейтілген. Амыз бізде оң, то есть плюс А екен. Хорошо. Қараңыздар енді, минус пен плюс минусты береді. Ал бізде М плюс шығу үшін мына жерге тоже минус береміз. То есть Б бұл жерден нөлден кіші. Всегда М-нің ғана таңбасына қарап анықтаймыз. Келесі С. То же самое вот мына жерде өсіп тұр. Яғни мына нөлден жоғары жағы ол y-тің бойы нөлден үлкен ғой. Все. Үшінші, мынау. А-мыз нөлден үлкен. Б-мызға қараймыз. Так, то же самое. М тең минус Б бөлінген 2А. Если мына жерде так М тең, М бізде вот мынау ғой. Так, А нүктесіне қатысты мына жерден, значит, ол примерно, например, 3 сияқты. Таңбасы М-нің плюс болу керек. Мына графикке қарағанда плюс. Значит, қазір плюс шығу үшін жұмыс жасаймыз. Вот М тең минус, пока Б-ға тиіспейміз, 2 көбейтілген А-ның орнына вот плюс. Плюс А. То же самое, мынаяқтан плюс шығу үшін мына жерден минус Б болу керек. Себебі, если ол болмаса, минус Б мен плюс, минус пен мынаяқтағы плюс минус болып кетеді. Ал бізде М минус шығамайды, потому что мынаяқта плюс тұр. Енді ол плюс шығу үшін Б тоже нөлден кіші болу керек. С. Так, С-ға қараймыз. С очень интересно. Вот только мына жерден қиып тұр ғой мына y-тің бойын, только осы жерден қиып тұр. Ол я минус емес, я плюс емес. Значит, просто таңбасы жоқтан ол бізден нөл. Так, А-ның таңбасы нөлден кіші. Бұның таңбасы қазір М-ге қарайық. Бірінші М бізде плюс, потому что на X-тің бойын мына жерде мынау А. Ну, например, 4-те өтіп тұр десек, значит, мынау плюс болады таңбасы. Таңбасы плюс болу үшін М тең минус, так, Б бөлінген 2 көбейтеміз. А-ның орнында міне минустан тұр, мына минус А. Минус пен минус плюс болады. Окей, М плюс шығып тұр, значит, Б-ға тиіспейміз. Б-ның таңбасы нөлден үлкен деген сөз, ол өзі тұр, Окей, С ше. С вот мына жерден өтіп тұр. Значит, ол нөлден, мына y-тің бойындағы нөлден кіші жағын алып тұрса, С нөлден кіші. Все, келесі есеп. Мына нүктелер арқылы функцияның теңдеуін жазуымыз керек. Ал ол үшін бізге А, Б, С деген сандар тауып алуымыз керек қой. Осыларға мыналардың барлығын орнына қойып шығамыз. Бұл жерде, кстати, төбесі қай нүкте болатынын айтпаған. Если төбесі қай нүкте болғанын айтқанда, біз М мен N-ді тауып алатын едік деп ойлап тұрмын. Ладно, қазір не беріп тұр, сол бойынша жазайық. Так, бірінші нүктені мынаның бойына қойған кезде 0, потому что y 0-ге тең А көбейтілген минус Б-дің квадраты. Так, минус, мына жерде тоже минус тұр ғой, Б-ға көбейтсек минус Б болады, плюс С. Екінші нүктеде тоже 0, А-ның орнына 2 қоямыз. То есть 2-ның квадраты 4А, плюс 2b плюс с, потому что на жерге 2b. И последний на жерге минус 4, то есть минус 4, на 0, потому что 0 будет и с. То есть, или жизнь, без самого уже минус 4 екенін қоюға болады екен. Давайте остановим. Тоже бұл 6-шы мәселе, аны тауып алатын болсақ, b, так, плюс 4 болып не қабырады? То есть А-ның орнына мына Б плюс 4-ті қойсақ болады екен. Мына жерде Б плюс 16. 16-дан 4-тен табыз 12, ол не қабырда минус 12. Б-мыз табылды.
Енді аны табуымызға болады, потому что жерге қоюымыз керек. А тең минус 2 плюс 4 плюс 2. А табылды, Б табылды, и С и так мекқа табылған тоң. Давайте теңдеуімізді жазайық. Y тең. Так, аның орнына 2. Вот, мекқа теңдеуін жазатымыз. 2х квадрат. Плюс, бұның орнында минус 2 екен, давайте минус 2b. Сының орнында минус 4. То есть, міне теңдеуімізді жаздық. Сосын, кстати, мына жерде 2 қысқартып жүр деген ойларыңызда болмасын, потому что бұл квадрат теңдеу емес. Квадрат теңдеу болса, мына жерде 0 тең 0 деп мыналардың 2 қысқартып жүруге болады екен. Бірақ қазір бізде квадраттық функция. Если сіздер 2-ге бөлетін болсаңыздар, онда мына жердегі y-ті де 2-ге бөлу керек тұғын. Поэтому так и оставляем. Все. Мына бізде төбесі. Осы өте маңызды. Себебі қазір ол бізге көмектеседі. Қалай көмектеседі? Y тең. Мына төбесі болғандықтан m-нің орнына 0, m-нің орнына 1-ді спокойно қоя аламыз. Ал b деген, егер a графиктің төбесі болса, b значит сол графиктің бойында жатқан нүкте ғой. Олар уже просто x пен y болмай ма? Енді осыларды пайдаланып орындарына қосақ болады. Y ол бізде 3 тең. A пока жоқ. Так, x-тің орнында міне 1. Минус m-нің орнында 0. Квадрат. M-нің орнында вот 1. Біз қазір осыны есептеу арқылы a-ны тапамыз. A-ны тапқаннан кейін теңдеудің функциясын жазу оңай, потому что бізде m мен n бар ғой, и a-ға жетіспейді ол. A-ның орнына 2-ні жазамыз. x минус, так, m-нің орнында 0 квадрат плюс, так, маяқта 1. Вот, теңдеуіміз шықты. Y тең 2x квадрат плюс 1. То есть, біздің теңдеуімізді шығардық. Қалған екінші, үшінші варианттарды дәл осылай шығара аласыздар. X 0-ден үлкен болатындай етіп, бұның барлық қабылдайтын мәндерін табыңыздар дейді. Бұл жерде мынаған қатты мән беру керек. X неге 0-ден үлкен болу керек? Еще строго, прям X 0-ге тең болмайды, кіші болмайды, строго үлкен. Это значит, біздің графигіміз бар ғой? На график. Значит, график примерно осындай. Это значит, что біздің графигіміз x-тің бойына вообще тиіспейді. Ол даже былай да орналаса алмайды, себебі если тармақтар жоғарыға кететін болса, әрине x-ті тиіп кетейін деп тұр. Мына да тұра алмайды, потому что x мына теріс стандарт қабылдап тұр ғой. Сол сияқты мына да тұра алмайды, понятное дело. Енді бір ғана вариант бар осы. Бүгінгі тақырыпта ереже өткен болатынбыз. Егер дискриминант 0-ден кіші болса, график мына x оси бойын вообще қимайды, жоламайды. Сондықтан соны еске түсіреміз. Дискриминант значит 0-ден кіші. То есть біз қазір мынаны шығарайық дискриминантпен. Вот дискриминантын тауып жатырмыз деп ойлайық. b квадрат, это значит 2π-дің квадраты минус 4 көбейтілген a-мыз 1-ге тең, и көбейтілген с-мыз тоже 1-ге тең. То есть осыны аламыз. Осы дискриминантты 0-ден кіші деп аламыз. Түбірдің астындағы, енді осы теңістікті шешу керек. Шешкен кезде 0-ден деп аламыз. Түбір астынсыз. Дальше 4π квадрат кіші 4-ден. π квадрат кіші 1-ден. Ал бұл жерде былай ғой. π квадраттың орнына біз былай қойсақ болады. Просто түбірдің, модульге алып кіші 1-ден деп жазсақ болады. Бұл жерде екі вариант бар тұғын. π кіші 1-ден, либо π үлкен минус 1-ден. Квадраттында дәл осы жауаптар шығады. Енді сөйлемді сызайық. Мына жерде 0, 1 деген маяқта и минус 1 деген маяқта. 1-ден кіші и минус 1-ден үлкен жағы деген мына жер емес па 2 аралық. То есть π тиесілі только мына аралықта минус 1 мен плюс 1 аралығында мәндерді қоямыз. Там 0,9, 0,8, сондай 0-де қойсақ болады. И сол кезде мына теңдеуді шешкен кезде x-тің мәндері 10 болады. 12-ші есепте график x оси бойын x1 және де x2 нүктеде точно қиып өтеді деген. Это значит, алдыңғы ережелерге қайттан келеміз. Это значит, что біздің дискриминантымыз 0-ден точно үлкен. Сол кезде ғана екі жауап болады дейді ғой, x1, x2 деген. Окей, мына біздің типі
квадраттық функциямызды қазір квадрат теңдеу ретінде алып, то есть y тең 0-ге деп алып, мына дискриминантты шешеміз. b квадрат это значит a плюс 2-нің квадраты минус 4 көбейтілген a-ның орнында 2, с-ның орнында a. Бұл енді дискриминант болды ғой. Сосын бұл жақтан былай шығады. a минус 2-нің квадраты, и еще дискриминант болған соң, мынау мен мынау шығып кетеді да, сонда a минус 2 қалады. a минус 2 осылай шығады. Енді бұл бізде дискриминанттың мәні. x1 мен x2-мізді табайық. Кәдімгідей дискриминанттың сан шыққандай болып орындарына қоямыз. Қарама қарсы сан. То есть мынаған қарама қарсы сан a плюс 2 плюс дискриминанттан шыққан сан a минус 2 бөлінген 2 көбейтілген a-ның орнына 2. Сонда тең, мынаяқтан бізде 0,5 a. Екіншісі a плюс 2 минус, a минус 2-ні қойған кезде a плюс 2 болып кетеді, потому что минус мынаған әсер етеді 4. То есть бізде x-міз, 1-міз 0,5, екіншіміз 1-ге тең. Олардың барлығын апарып мына жаққа қойған кезде әрине жауабы шығады қазір. Так, 1 бөлінген x біріншіміз міне 0,5 a қосылған x екіншіміз 1 болды ғой. Сонда мына жерге просто 1-ді қоя саламыз, потому что 1-ді 1-ге бөлсек 1 тең 3. Хорошо, a-мызды таптық. Сұрақ. a-ның мәнін анықтау деген екен ғой. График берілген. Кітаптан өздеріңіз қарап аласыздар. Графиктің бастапқы нүктесі майысқан. Ол a деп алдым, 0-ден 0. Сосын графиктің тармақтарының бойындағы бір нүктені алдым, ол b 1-де 2. Y тең m мен n бар, 0-ден 0. X мен y бар, 1-де 2. Так, 2 тең a-ны табуымыз керек қой, поэтому x-тің орнына 1 минус 0 квадрат қосылған 0 тоже, потому что 2 тең, мына жерден 1a шығады, то есть a. a-мыз 2-ге тең екен. Енді біз a-мыз 2-ге тең болғандықтан функцияның теңдеуін жаза аламыз ғой. Y тең, мына жерге вот 2, так, x минус m-ның орнына 0 квадрат деп қосылған 0. Y тең 2x квадрат деген функциямыз шықты ма? Теңдеуін алдық. Себебі x-тің бойында егерде 3-ті қойсақ, график бойынша 3-тің квадраты 9, 9-ды 2-ге көбейтеміз, y-тің бойында 18 деген сан шығып тұр. Теңдеуімізді жаздық. Енді осы бойынша, кстати, екінші сұрақ бар ғой. Автомобильдің 3 секунд өткеннен кейінгі тұрақты жылдамдығын километр сағат есебінде анықтаңдар деген. То есть 3 секунд өтті, мынаның барлығы 3 секундқа дейінгі жылдамдығы. Ал 3 секундтан кейінгі жылдамдығы былай тұрақты кетіп баратыр. Ол бізде 18 метр секунд, жылдамдығы тұрақты. Т дей салайын, тұрақты жылдамдығы 18 метр секунд. Осыны просто километр сағат есебінде жазу керек. Жай метрді километрге айналдырып, оны білесіздер уже. Так, 14-ші тақырып, ол уже интернетте бар, мен тауып алған томын. Давайте ютубта или интернетте бар есептерді ссылкасын беріп отырайын, астына чем оған уақыт құртқанша, потому что бәрі бірдей түсіндіреді примерно, плюс-минус. Бірақ ол кісінің маған түсіндірген ұнады, поэтому мен спокойно ссылкасын қалдыра аламын 3-14-ке. Мынау негізі конус тәріздес фигура бар ғой. Соның прям ось бойынша қиып тастаған кезде 2-ге бөлінбей ма? Соның бір бөлігі ғой. И қиып көрсеткен. И айтады, осы қиылған бөлігінде су құйылып тұр енді. Соның мына үшбұрыштың ауданын табу керек. Типа су бар сияқты тұрған ауданы бар, мына жерде үшбұрыш қой ол да. Соның ауданын табыңыз деп тұр. Ол үшін бізге мына ақпараттарды қазір әрине пайдаланамыз. Мына үшбұрыш ADE, ABC әрине ұқсас үшбұрыштар. Ұқсас үшбұрыштардың ережесі бойынша геометрия сабағында бұл мынандай болатын. Аудандарын мысалы S1 деп кішісін алайын, кішкентайын S2 үлкеннің ауданына қатынасын тапсаңыз, онда қабырғаларының қатынастарының квадраттарына тең. И бұл жерде ұқсастық коэффициенті деген бар. Ол К деп беріледі. Мысалға A1-ді A2-ге бөлсеңіз, олардың ұқсастық коэффициенттері. То есть идея, бірақ бұл жерде былай, наған мән берсеңіздер, мысалға, как будто мына үшбұрыш
и мына үшбұрыш бір-бірін, мына кішкентай үшбұрышты үлкейткен кезде мына үлкен үшбұрыш шығатын сияқты, иә. Поэтому оларды ұқсас деп айтады, потому что еще ұқсастық олардың ережесі мына А бұрышы екеуіне де ортақ, мынаған да А да Е-ге де и А, Б, С-ға да ортақ. Бір бұрышы тең болса, және де қабырғалары пропорционал болса. Смотрите, мынаның қабырғасы мысалға X деп берілген, міне. А мынау АБ 40 деп берілген. И қазір 40 пен X-тің қатынасы сол мысалға кішкентай үшбұрыштың қабырғасы қанша есе өскенін немесе наоборот сөйлейтін болсақ, үлкен үшбұрыштың қабырғасы қанша есе кішірейгендігін көрсететін мынау не ғой? Коэффициенті ғой. Вот, ұқсастық коэффициент деген негізі басқаша. Қате айтылады, просто давайте коэффициенті деп қана айтайық, жаңағыдай қатынасы деген сияқты ғой, айырмашылығын көрсететін, иә. Енді осы бойынша орындарына қойып просто шығарамыз. Енді мына К-ны, то есть А1 бөлінген А2-ні бірінші жазып алуымыз керек. Так, бірінші А деген негізі қабырғалар ғой. Бірінші кішкентай үшбұрыштың қабырғасы X болатын. Ал А2 деген үлкен үшбұрыштың қабырғасы 40 квадраттаймыз, тең. Үлкен үшбұрыштың ауданын кіші үшбұрыштың ауданының қатынасына бөлген кезде. Бұл жерде сұрап тұр бізде кішкентай үшбұрыштың ауданы ғой. Значит, ол S1-ді сұрап тұр. Так, бірінші есепте бар, X квадрат, мына жерде 1600 ғой. Тең, қайттан S1 и S2, иә? S1-ді табатын болсақ, S2-ні көбейтеміз X квадратқа, бөлеміз 1600-ға. Бұл жерде S2. Давайте жалпы үшбұрыштың ауданын табу формуласы именно синус альфа бойынша 45 градус бойынша табатын едік қой. Ол деген былай. 2-ден 1-ді көбейтеміз екі қабырғасының көбейтіндісіне, и олардың арасындағы бұрыш синус альфа. И мына жерде сразу давайте 45 градусты жазып жіберейін. Емес, мынау синус 45 градусты түбір асты 2 бөлінген 2 тең ғой. Түбір асты 2. Бұл біздің мына үлкен үшбұрышымыздың ауданы. Соны апарып мына жаққа қоямыз. Кішкентай үшбұрышымыздың ауданы былай. Түбір асты 2х квадрат бөлінген 4. Мынау бізде как будто парабола сияқты былай кеткен. Вот соның функциясы ғой. Графикті салып, сосын сол графиктің жаңағыдай өсуі, кемуі, анау-мынау сол туралы зерттесеңіздер болады. 17-ші есеп 3-те 16 тоже бар. Ссылкасын қалдырып кетемін. Онша күрделі есеп емес, бірақ керек десеңіздер ссылкасын бәрі қалдырып кетемін. 3-те 16-ның 3-те 17-де P-ның қандай мәндерінде мына функцияның параболасының төбесі координатаның бас нүктесі бар ғой, мына жерден 4-ке тең қашықтықта жатады. Осыны табатын кезде, яғни m табатын кезде минус b бөлінген 2a болатын. Қолданайық. Минус b-ның орнында 4 бөлінген 2 көбейтілген 1. То есть минус 2. То есть x-тің 0 тең минус 2-ге. Осыны қолдану арқылы y-ті табуға болады. Апарып мына жерге қойсақ, онда y 0 шығады. Тең минус 2-ның квадраты қосылған 4 көбейтілген минус 2 қосылған пи. Сонда y 0-іміз тең 4 минус мына жерде так 8 қосылған p. То есть y 0 тең p минус 4 қой. Ол екеуін не үшін тауып жатырмыз? M мен n-ді тауып жатырмыз осы жерден. Сонда m-іміз минус 2 шықты. N-іміз мына p азайтылған 4. Яғни қазір қандай да бір график бар, соның төбесі мына сандар ғой. То есть ол нәтижесі минус 2 деген так мына 1, минус 2 не қой. Прям осының бойында жатыр график. То есть графиктің төбесі осы минус 2-ның бойында жатыр. Ол либо жоғарда, либо төменде. Екі варианты бар. Почему? Потому что ол былай да жатуы мүмкін, либо нақтарда жатуы мүмкін. Төбелерін қараңыздаршы, мынау ғой. Осы төбелердің мына координатаның бас нүктесімен аралығы 4 см ғой. P-ның қандай мәндерінде, либо мына жерде тұрған P-ның қандай мәндерінде именно мына төбесі координатаның бас нүктесінен 4-ке тең қашықтықта жатады деген. Әрине бұл бізде Пифагор теоремасы. Пифагор теоремасы бұл жерде қалай көмектеседі десеңіздер, мына үшбұрышқа қараймыз. Так, мына тұрған үшбұрышқа қараймыз. Бұл жерде гипотенуза мынау, катеттері мына екеу емес па? Давайте соларды анықтайық.
арақашықтық деген ол қазір гипотенуза болып тұр. Гипотенузаның квадраты бір катетінің квадраты қосылған екінші катетінің квадратына. Ал если d-ны табатын болсақ, ол мынаны түбірастын алмаймыз ба? А квадрат плюс b квадрат деп. Вот, қазір осыны пайдаланамыз. Ал d деген бізде, яғни арақашықтығы мынау 4-ке тең болып тұрған. Соны қоямыз орнына тең. Так, түбірастында енді мына жерде шамалы қазір қараймыз. Так, квадрат плюс мынау квадрат. Енді мына катеттерінің арақашықтықтарын табайық. Мына арақашықтықты қалай табасыз? Осы нүктеден мына нүктеге дейін ол мынау 0 ғой, немесе 10 нүктесі. Осы екеуінің арасын мына -2-ден 0-ді азайтқанға тең емес па? -2-ден азайтамыз, мына жердегі x-ті ол 0, иә? Хорошо, нағылықты табайық осы катетті. Нүктенің y-гі неше болды бағана не қарай? Y-гі бізде вот, мынау болды ғой, p азайтылған 4. Вот, осы p азайтылған 4-тен азайтамыз. Мынадан азайтамыз мына жердегі санды. Бұл жерде тоже ештеңе жоқ, ол 0 ғой. Біз вообще координаттан бас нүктелермен жұмыс жасап жатырмыз. 0 деген 0. Солар арақашықтықтарын табу үшін. Так, бұл тақырыпты тоже өткен боласыңыз. Енді 4 тең түбірастында -2-ның квадраты 4 қосылған. Так, мына жерде разоберем по -4-тің квадраты деп. Енді мына теңдеуді шешу оп-оңай, сол кезде пи-ді табамыз. Бұл деген 4 қосылған, пи азайтылған 4-тің квадраты тең. Значит, астында 16 тұр деген сөз ғой, потому что 16-дан 4 шығады. То есть 16. Все. P азайтылған 4 квадраты тең 16-дан 4-ті азайтамыз, 12. 48-де. Түбірасты 48-ден бұл деген 16 көбейтілген 3 қой, 16-дан 4 шығады, 4 түбірасты 3. Так, осыны жазу арқылы қазір біз P-ның бірінші и екінші варианттарын табамыз. 4 плюс минус 2 түбірасты 3 қой, 2-ге бөліп салған кезде. 18-ші есеп 3-те 16-шы есепке өте қатты ұқсайды. Себебі бөлшек бөлімінде тұрған түбірастыларды бар ғой, квадраттарымен қоса, соларды модульге айналдырып, потом 3-те 16-шы есеп сияқты шығарсаңыздар болады. Это подсказка вам. Келесі 3-те 19-шы есеп. Аның қандай мәндерінде мына функциялардың ортақ бір ғана нүктесі болады. Яғни, мысалы, функция графиктері салмай ма, сол кезде қиылысу нүктелері біреу ғана болады. Бұл жерде әрине біз дискриминантқа қатты мән береміз, себебі дискриминант 0-ден үлкен болса, онда бізде x-тің именно 2 жауабы болады. X-тің бойынан график 2 жерде қиып өтеді. А это увеличивает ту вероятность, что екінші мына графикпен қиылысу нүктесі тоже 2 болып кетуі мүмкін. Себебі x-тің бойынан уже мысалға бірінші график 2 жерден қиса, онда екінші графикте онымен шимайласып, короче, қиылысу нүктелері 2 болып қалуы мүмкін. А бізге только біреу ғана керек. Дискриминант 0-ден кіші кезін тоже ала алмаймыз. Себебі ол кезде графигіміз вообще x-қа тиесілі болмайды. Айтылады жүрде. А ол кезде екеуінің қиылысу нүктесінің именно бізде x-ін табу тоже мүмкін болмай қалуы мүмкін. Если дискриминант 0-ге тең кезде, онда бір ғана x-ін табамыз. x1 мен x2 бір-біріне тең, то есть x біреу ғана ғой. x ойсын жанайтын бір ғана нүктесі болады. И осы нүкте мына екі графиктің қиылысу нүктесі болуы мүмкін. Поэтому бүйтейік. Вообще 7-ші класс, даже 6-ші класста мына екі мысалы график беріп тұр сіздерге. Қиылысу нүктесін тап деген кезде, әрине біз мына y-тар екеуі бір-біріне тең ғой. Мына оң жағын теңестіріп алып, сосын тапқан санды y-тің осы жақтағы біреуге қойып, y табатын еді қойып. Сол сияқты дәл сол жұмысты осы жерде атқарамыз. Тең дейміз мынаған. Қарамыз мына жаққа барғанда 4x квадрат. Функцияның y-ін пока 0-ге тең деп аламыз. Мынаны 0-ге тең деп аламыз да. И тек қана 3 мүшені шығарайықшы. Мына тең 144 минус 4 көбейтілген а, то есть формуладағы а. Көбейтеміз жақшаның ішіне сын аламыз, мынаның барлығы а қосылған 6 болады. Потому что с наған көбейтілу керек қой. Если жақшаны қоймасам, тек қана 4-те көбейтіледі. А олай қате 0. То есть дискриминантты 0-ге теңестіріп жатырмыз, чтобы x-тің бір ғана жауабын табу үшін. А тең 3. Все. А-ның 3-ке тең кезінде қазір мына жерде табамыз әрине, потому что есепте былай сұрап тұр. Сол қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз деп тұр. То есть x мен y-ін табу керек. Ол үшін бүйтеміз. Мына жерде
аны қоямыз ғой. Вот аның орнында мына 3-ті қойған кезде бәрібір жеке-жеке теңестіріп алып, мына жерде x таппаймыз ба? Вот 4x квадрат азайтылған 12x қосылған аның орнына 3 қосылған 6. И осыны біз нөлге теңестіріп аламыз. Y-тің оң жағы мен Y-тің тағы оң жағын теңестірдік қой бір-біріне. Сөйтіп алып келеміз да, мынандай теңдеу шығардық. И одан типі кәдімгі теңдеу ғой, мына бір жағына мысалы мынаяқтағы сандардың бәрін мынаяққа шығарып алып, тең 0 дейтіндей кәдімгі теңдеу. Дальше. Бұл дискриминант қой бізде. Видите, дискриминант нөлге тең болып тұр, потому что біз бағана солай шығарған болатынбыз. 1 тең x2. Так. Минус 12 қарама қарсыдан плюс 12, плюс минус дискриминант жазбаймыз, потому что 0. 2 көбейтеміз а 4-ке тең. Сонда тең 12-ні 8-ге бөлеміз, 1,5. Осыны апарып, мына жақтағы любой біреуіне қойсаңыздар, то есть мына жерде уже а емес, мысалға аның орнында 3 деп алдық қой бағана. Вот, мысалы мен біріншісіне қолым кетті, сол кезде y-ін табамыз. 1,5 квадрат 5,125 шығады деп жаза салайыншы сразу. То есть бізде мына екі түзудің қиылысқан нүктесі мысалға d болсын. И соның координаталарын таптық. 1,5 да x-і, y-і 5,125. Келесі 20 и 21 есептерді дәлелдеңіз деген есептерді онша ұнатпаймын ше. Сондықтан оларға вообще қараған да жоқпын. 22-ні шығарып көрейін десем, мына графикте түсініксіз. Еще мен оны чат GPT, Perplexity деген сияқты сұрап көрсем, олар мына графикті түсінбей тұр. Мен де түсінбедім, мына жерде. Олар, короче, тупят тоже. Либо на графикті дұрыс сызбаған, либо не знаю. Мен шығара алмадым. Ал 23 оңай, потому что бәрі уже айқын болып жазылып тұр, оны шығарып аласыздар деген прям сенімдемін. Негізі мен ойлағанмын, зачем бүкіл есепті примерно көрсетіп, хотя бүкіл есепті мен өзім жаңағыдай еңбектеніп ұзақ уақыт құртып, бір аптаның ішінде былай зерттеп шығардым. Сосын мен ойладым, зачем тогда өйтіп шығаруға, если сен бұл туралы айтпайтын болсаң, то есть сен өзің ішінде ғана қалып қала ма деп өзіме сұрақ қойдым да, сосын барынша бүгін қолымнан келгенше бәрін көрсетуге тырыстым. Пока осы